Сәлем қыздар, бүгін сіздерге ПП донердің рецептісімен бөлісемін. Жалпы дұрыс тамақтануда жүрсек те үнемі фастфуд жегіміз келеді. Сол себепті үй жағдайында сіздер де жасап көріңіздер. Өте оңай және тез жасалады. Ең бастысы қытырлақ болып шығады. Бір қарағаннан ПП деп те айтпайсың, себебі дәмі енді керемет. Барлығымыз білеміз, фастфуд тағамдары жалпы біздің ағзамызға өте зиянды тағамдардың бірі, бірақ сіз ПП вариантты дайындасаңыз, ондай зияндылығы болмайды. Видео қарамас бұрын каналға тіркеліп, лүпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Каналда арықтау жайлы ақпараттармен ПП рецепттер таба аласыздар. Бізге қажетті ингредиенттер: лаваш, ашытқысыз түрі болсын, яғни без дрожжей. Лавашты алуға тырысыңыздар. Қатты ірімшік, бір қызанақ, бір жуа және орам жапырақ, тәтті бұрыш, піскен сиырдың еті. Тауықтың етін пайдалансаңыз да болады. Ең алдымен пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Етті мен алдын ала пісіріп алдым, яғни піскен ет болу қажет. Тауықтың етімен де алмастыруға болады, немесе жылқының етімен де алмастырсаңыз болады. Менің пайдаланғаным сиыр еті. Етті ұзынша етіп, ұсақтап турап аламыз. Қызанақты да ұзынша етіп турап аламыз. Қатты ұсақтап жібермеңіз. Қатты ірімшікті, яғни сиырды үккіштен өткізіп аламыз. Майда етіп өткізіп алу қажет. Салмасына қажетті барлық ингредиенттерді ұсақтап турап алдық. Енді табада оливковое масломызды, яғни зәйтүн майымызды құйып, қуырып алатын боламыз. Ең алдымен пиязды саламыз. 2-3 минуттай қуырып аламыз, яғни пиязымыз қызарғанша. Келесі кезекте тәтті бұрышымызды салып, тағы да қызарғанша қуырып алатын боламыз. Піскен етімізді салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Орам жапырағымызды салып, барлығын тағы да жақсылап араластырып аламыз. Барлығын қуырып болған соң, дәміне қарай жарты шай қасық тұзымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Және кішкене су құйып бұқтырып алу қажет. Суы қайнаған соң, бетін жауып бұқтырып қоямыз. Яғни суы тартылғанша бұқтырып алуымыз қажет. 2-3 минуттан соң суы тартылды. Енді басқа ыдысқа салмамызды салып алатын боламыз. Соус ретінде мен қаймақ пайдаландым, яғни 15%-ық майлылығы төмен болу қажет. Дәл осы рецептпен менде 3 донер шығады, яғни дәл осы тұрысында 3 лаваш болады. Әр лавашқа 2 ас қасық қаймағымызды саламыз. Қаймақтан соң салмамызды салып аламыз. Дәл осы салманы 3-ке бөлу қажет. Қызанақты да салып аламыз, яғни салманмен бірдей етіп. Қатты ірімшікті саламыз, яғни сиырды саламыз. Барлығын салып болған соң, шашылып кетпейтіндей етіп, дәл видеодағыдай етіп орап алыңыз. Міне қарасаңыздар, донер сияқты немесе KFC-дегі твистер сияқты оралып тұр. Барлық салманы 3-ке бөліп, дәл осындай 3 дана донер шығаруға болады.
Бізде донерлер дайын болды. Енді табамызға кішкене зәйтүн майын құйып, майлап алатын боламыз. Донерлерді енді кезекпен орналастырамыз. Донерлер қытырлақ болу үшін бетіне жұмыртқаның сарысын жағатын боламыз. Әсемдік ретінде кунжутты пайдалансаңыз болады, кунжут немесе макты пайдалансаңыз болады. Қызып тұрған пеште 10-15 минут аралығында пісіріп аламыз қызарғанша. Донерлер бізде пісіп дайын болды. Міне осындай қытырлақ, жұмсақ болып шығады. Егер де отбасыңыз фастфуд тағамдарын сүйіп жейтін болса, үй жағдайында осындай ПП варианттағы донерлерді жасап берсеңіздер болады. Ең бастысы біздің денсаулығымызға зиянсыз. Қазір сіздерге кесіп көрсетейін, өте дәмді әрі тойымды болып шығады. Қыздар, каналға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лүпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Каналда арықтау жайлы ақпараттар мен ПП рецептері таба аласыздар. Дәл осы рецепті достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісіңіздер. Арықтағысы келіп жүрген қыздар дәл осы видеоны көрсін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен болған құрметпен Айнагүл. Келесі видеода жолыққанша.